Менің атым Адым. Бұл оқиға шын мәнінде қорқынышты. Бұл 1 жыл бұрын болған. Қауіпсіздік үшін мен өз қыз досымның атын Моника деп өзгертем. Барлығы әкем маған баскетбол сақинасын сатып бергенде басталды. Мен баскетболды жақсы көретінмін және сол себепті күнде 30 минуттай ойнайтынмын. Сол кезде жаз басталып, мектепте аяқталған. Моника менің кішкентайынан бергі досым. Өйткені ол менің үйімнің жанында тұрады. Баскетбол ойнағанда мен оның үйінің ас үй терезесін көре алатынмын. Бір күні мен оған хабарлама жазып, не істеп жатқанын сұрадым. Ол әжесінің үйіне кетіп бара жатқанын айтты. Біраз көңілсіз болдым, өйткені біз жиі бірге ойнайтынбыз. Бірақ амал жоқ, жақсы демал деп жауап бердім. 1 сағаттан соң мен далаға шығып баскетбол ойнай бастадым. Бір сәтте добым шетке кеткенде мен оның терезесіне қарадым. Сонда бір үлкен қара қорап сияқты нәрсе тұрды. Әдетте ол жерден қабырғадағы суретті көруге болатын, бірақ бұл жолы көрінбеді. Қарасам, ол қорап емес екен. Ол бір адамның денесі сияқты. Ол ақырын еңкейе бастады. Содан соң беті көрінді. Оның беті сұмдық қорқынышты еді. Аузы өте кең, көзі үлкейіп кеткен. Тура маған тесіліп қарап тұрды. Денем дір етіп, бойымда қорқыныш билеп кетті. 1 сағат тұрып қалдым да, допты тастай салып, үйге қарай жүгірдім. Үйде тек 20 жасар әпкем бар еді. Мен оған болған жайтты айттым. Бірақ ол сенбей, ютубтағы қорқынышты видеоларды көп көрме деді. Сосын күлді. Содан кейін Моникаға жазып, оның үйінде біреу бар ма деп сұрадым. Ол жоқ деп жауап берді. Сонда ғана шынымен қатты қорықтым. Ол менің сөзіме сенді, бірақ ата-анасы сенбеді. Сол күні қорқынышты фильмдер көріп мен өзімді біраз тыныштандырдым. Уақыт өте бұл оқиға ұмытыла бастады. Және бірнеше айдан кейін Моника екеуміз Дискордта сөйлесіп отырдық. Мен оның даусынан бір оғаштық сездім. Ол әрқашан әңгімеге жеңіл, ашық үнмен қосылатын. Ал бұл жолы біртүрлі баяу, сенімсіз сөйлеп тұрды. «Сенде бәрі жақсы ма?» деп сұрадым. Ол біраз үнсіз қалды. Сосын жайлап қана «Кеше түнде бірдеңе болды» деді. Сол түні сағат 4-тер шамасында шөлдеп оянып кеткен екен. Су ішу үшін төмен түскен. Қонақ бөлмеге кіргенде терезесінің жанында бір үлкен қара, өзде не екенін түсінбеген нәрсені көріпті. Ол адамға ұқсамаған, жай ғана терезеге қарап тұрған. Терезенің жалюзи жақ болса да, оның көзі сыртқа қадалып тұр екен. Ол айқайламақ болғанда, әлгі мақұлық бұрылып, адам емес кең аузымен жымиды да біртүрлі жан түршігерлік үн шығарған. Моника қорқып жылап ата-анасының бөлмесіне жүгіріп барып, бәрін айтып берген. Әкесі бірден бейсбол таяғын алып төменге түскен, бірақ ештеңе таппаған. Бұл жағдайдан кейін Моника ата-анасымен бірге ұйықтайтын болған. Қорқып қалған. Мен ол айтқанда өзімнің көргенімді қайта еске түсірдім. Екеуміз де сол түні тіпті көз іле алмадық. Содан бері 1 жыл өтті. Ештеңе қайталанған жоқ. Бірақ біз бұл оқиғаны ұмытқан емеспіз. Кейде екеуміз отырып, әлі күнге дейін ол не нәрсе болды екен деп ойланып түсіне алмаймыз.